Өзін өзі құрбандыққа шалған адам. Эссе. Қастер сарқытқан. Шырқыраған телефон дауысынан оянып кеттім. Таң қылаң ектеп атып келеді екен. Халатымды желбегей жамылып, қонақ бөлмесіндегі телефон трубкасын нарау көтердім. Алло, қайырлы таң, құрбан айт құтты болсын. Бірге болсын, дедім, есіней отырып. Бұл мен, сенің бала күніңдегі құрдасың, жас күніңдегі сырласың, 30 жасыңда досың, 40 жасыңда қасың болған Алмат. Мен аз кем үнсіз қалдым. Саңқылдаған дауысынан оның Алмат екенін таныдым. Ау Қалеке, неге үнсіз қалдың? Білем, маған деген өкпең қара қазандай. Әрі ессіз адамдай таң атпастан қоңырау шалып, мазаңдалып отырмын. Тосырқап тұрсың, солай ғой, ә? Иә, Алмат, сені танып тұрмын. Тыныштық па әйтеу? Дедім, арнасынан асып келе жатқан ашуымды тежеп. Мен өз-өзімді құрбандыққа шалдым. Оның бұл сөзі жүрегімді дір еткізді. Тағы ішіп алғансың ба? Мен телефонды қоямын. Сенімен сөйлесіп тұрар жайым жоқ, дедім салмақты үнмен. Жоқ, Қалеке, сәл аял етші. Мен ішкен жоқпын. Қасиетті құрбан айтта арақ ішіп, ақмақ болар жайым жоқ. Мен шынымды айтып тұрмын. Мен бүгін өзімді құрбандыққа шалдым. Мүмкін есің ауысқан шығар. Елдің өрге басқанын көре алмайтын ішің толы у мен өрт қаскөй едің. Сол дертің миыңа шауып, мерт етейін деген бе? Дедім қатқыл ашулы үнмен. Жоқ, ақыл есім орында. Алайда сенің айтқаның орынды. Кезінде пенделіктің қызыл иті санама сарып, біраз адамдарға, ішінде өзіңде барсың, залалым тиді. Ол қылығымды қулық, іскерлік, даналық санадым. Осы сөздерден соң Алмат біраз үнсіз қалды. Трубканың ар жағынан оның кеңкілдеп жылап тұрғанын сездім де, ештеңе деместен сөзін күттім. Досым, Рамазан айынан бері Алланың қалауымен рухани дүниелерді оқып, көріп, көп дүниеге, өмірге, адамдарға деген қарым-қатынасым мен танымымды біртіндеп өзгерттім. Айттың 2 күнінде сол дүниелерді ойша қорытып, түйіндедім. Сөйттім де жан дүниемдегі барлық ауруларымды, қызғаншақтық, мақтаншақтық, мәнсап құмарлық, дүние қоңыздық, жарамсақтық, екі беткейлік, бәрін бір қара қошқардың бейнесіне жиыстырып, бір мінімді көзіне, бір мінімді құлағына, енді бірін аяғына, тағы бірін тіліне шендестіріп келтірдім де көз алдымда ойша елестетіп бауыздадым. Қып-қызыл емес, қап-қара қан ақты. Содан санам сергіп, жүрегім жібіп сала берді. Алғаш рет намазға жығылдым. Таң намазынан тұрап, сала өзіңнен бастап, барлық қиянат жасаған, ренжіткен адамдарымның барлығына қоңырау шалып, кешірім сұрауды жөн санадым. Кешір, досым. Алматтың жылаған дауысы енді тіптен анық естілді. Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш дейтін халықтың баласымыз ғой. Менің де мұз жүрегім ери бастағандай. Бірақ көмейіме бірдеңе кептелгендей еш сөз шығар емес. Кешір, Қалеке, досым, мені баяғыдай қабылдай аласың ба? Досым, кеш мені. Рухани ауру екенмін. Енді емделіп, сауығып отырмын. Алла қаласа, бүгін айттың 3-ші күні өзім көз алдыма әкелген, бауыздаған үлкен қара қошқардай бір қошқар тауып, соны құрбандыққа шаламын. Өздеріңді шақырамын. Үй баяғы жерде, келетін болыңдар, өтінемін. Жақсы, бар айтқаным осы болды. Алмат телефон тұтқасын қойды. Ал мен есеңгіреп қалған адамдай үнсіз отырмын. Жұтқыншағым бүлкілдеп,
көзімнен бір сыңар тамшы сырғып түсті. Бір нәрсе есіме түсіп кетті де, орнымнан атып тұрып, кітап сөресіндегі Абайға қол создым. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Өзім жақпадым, енді қайда сиялдым, қалап алған көп мінез, қалайша қылып тия алдым. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес, жүрегімді байқасам, ине дейін таз емес. Аршып алып тастауға, апандағы саз емес. Ұйқым шайдай ашылды. Өзімнен өзім ұялып, өзім ұнамай отырдым да қалдым. Қаншама жанды менде ренжіттім ау. Менің де жүрегімнің кір шалмаған тұсы бар ма өзі? Иманның шынайы шуағын құшып, діннің ділін түсініп, құлшылықтың құдіретіне анық бойлап жүрмін бе осы? Басқа емес, осы құрбан айттың өзін, оның мәні мен маңызын тереңнен сездім бе? Айт намазына барып, онан соң құрбандық шалған болып, әлде кімдерге сол еттен бөліп беріп, әлде кімдерді үйге шақырып, шақырғандардың үйіне барып, дүниенің түгемес жырын айтып жүргенім осы ұлы мерекенің мақсаты еді? Деген сан сұрақ жан алқымнан алып жүрегімді езіп барады. Тағы да Абайға жүгіндім. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Наданның көңлін басып тұр, қараңғылық пердесі, ақылдан бойы қашық тұр, ойында бірақ шаруасы. Ау ағайын, айттың мәртебесін тым төмендетіп жіберген жоқпыз ба? Алмат секілді мінезіміздегі ауруларды әр жыл сайын бауыздап, тазартып отырсақ, жан дүниеміз жайқалып, қоғамымыз құлпырып кетпес пе еді? Ғасырлар бойы миллиондаған қойды құрбандыққа шалсақ та, мінезіміздегі түйірдей мінімізді, надандығымызды құрбандыққа шала алмай жүргенімізден, көкірегіміздің көз ашылмай, іштегі шемен болған кіріміз біздің алға басар аяғымызды кері тартып, әлемдік білім мен ғылымның, өркениеттің көшіне ілестірмей келе жатқан жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар ағайын? Ау, ардақты досым Алмат, қайта сен де мені кешірші. Сенің рухың менен ерте оянып, мені де ізгілікке, шынайы иманға бастады. Рахмет саған досым. Алла нәсіп етсе үйіңе асыға жетемін. Соңы. Құрметті достар, міне қасиетті құрбан айт та бітті. Құрбандық шалдық, құрбандық қабыл бола ма, болмай ма, ол бір Аллаға мәнсұқ. Ал не өзгерді? Жан дүниемізден жаңғыру, өзгеру бар ма?